қызық көп, аспанның түсі көк дейсің ғой. Жаңа жоба Босекей. Жігіттер мен қыздар, соңғы аптада мүлде жұмыс жүрмей жатыр. Енді келген клиенттерді кіргізіп жатырмыз ғой, бұлар шарж жүрмесе. Келесі осылай клиенттер азайып кететін болса, шеттерінің жұмыстарынан шығарам. Түсіндіңдер ма? Түсіндіңдер ма? Саған да қатысты ол. Түсіндің ба? Болды, барында боссыңдар. Бос Нұрүй ба? Саған вообще адам келмейді ау дейме? Қашан қарасам да сыланасың да отырасың? Өзіңе қарап алшы. Ой, Вик. Қаш, Жакай, амансың ба? Жакай, мен асық тұр едім, мына 2 қаптан ал да, төбесін қалдыршы. Болды, отыр. Асықсыз болсаң сен 2 қаптанды алмақ қойын, үстін алып берейін. Сосын 1500 теңге болады. Ойнамашы, сіз алып берші. Болды. Болды. Болды ма? Мынау не? Шаш. Білем ғой шаш екенін, мынау мен қалай жүрем мен? Жүре алмайсың, құс-құспен жүр. Болмаса бізде бас киімдер бар ма мынақта? Жакай, сен ойнап тұрсың ба? Мен сен басшысың айтам, болмаса администраторың айтам. Мә, администраторға айтпай ақ қойшы. Бірден бастық айтшы. Администратор просто қосып айтады қазір. Осы үнемі айқай шығарып кетеді. Айтпашы, ақша бермеудің амалы ғой. Осы мен 4-ші рет қой келуімнен. Жакай, сені Төребек Әділбеков шақырып жатыр. Жакай, сені жұмыстан шығарып жіберді дей ма? Не болды Төребек Әділбекович деп? Бір заводта жұмыс істейтін адамдар ұқсап. Ана уже айтып үлгеріпті ғой. Бауырым, ассалаумағалейкум. Қалайсың, жақсың ба? Саған бір өтінішпен келіп тұр едім. Бірді айтайын бауыр, ракушка цемент тасуға тым желание жоқ. Жоқ, ондай емес. Мен қызым сынап көрейін дедім, сонда формыңды бере тұрса маған. Форм ма? Иә. Ана форм білесің ба, қанша тұратын? Цветі сұры болғанмен сенің киімінен қымбат. Жоқ, братан, түсінші, ол қыз байлыққа қызығатын қыз. Соны бір сынап көрейін дедім осы жерде. Оны байлық қызатын өзің біліп тұрсаң. Не істейсің ол сынап? Готовый дайын тұрып басын алып. Жоқ, мүмкін ол ондай қыз емес шығар. Сонда да бір көмектесіп жібер, еңбегін жемейм ғой. Білесің ба, костюмнің бағасы қанша екен? Соны қойып тұрса, болды, бағасы. Болды. О, привет, Алихан. Қалайсың? Алихан, жұмысың бітірсің? А че сен осы жақта охранник болып жұмыс істейсің ба не? Иә, мен негізі охранник болып істеймін. Просто саған айтып қоялдым. Несіне аласың? Әлі-ақ бәрі жақсы болып кетеді. Просто басында айтуың керек еді. Бірден қойып кете салатын. Соны айтып, басында неге айтпадың бірден? Бірақ сен жассың ғой, алда өмірің алда, әлғайда. Қандасымыздың басы босап қалған сияқты ғой? Иә, уже босап қалған сияқты. Жан болып қырандық қой. Алихан, уволен. Жүріңіз қанда, сіз шығарып салайын. Динас, сенен бір кеңес сұрайыншы деп еді. Мен де сұрайын дегем, сол как раз. Екеуің де сұрасаңдаршы. Мен бірінші сұрайын да, жасым үлкен, шустреловым ғой. Динас маған бір қыз ұнап жүреді, соны қалай сындырып алуға болады? Менікі де сондай, тура сондай текст ғой. Екеуің бір қызға ғашықсыңдар ма не? Иә. Мә, если ол қыз біреуің ұнатпай қалса, екіншісіне шаншылық сияқты ғой. Енді сол қалай ұнауға болады енді? Сол қыздың орнында болсаң сен нені ұнатар едің? Мә, давай тогда ол қызды осы жаққа шақырыңдар. И дастархан, су, анау бәрі мене көмек болсын. Тек сендер костюм шалбар и гүл мен подарка алып алыңдар. Подарка болғанда енді өздерің фантазияларыңа байланысты ғой. Почти болды. Келістік па? Келістік. Давай онда дайындалыңдар. Сен өзіңе өтіп көп алма, Динас по-любому менікі. Династың көзі мені жақсы көрем деп тұр. Саған шаныс жоқ, түсіндің ба? Онда көк костюм шалбар мен кием. Не болса ана жаққа барып кетесің де ма, адам сол тамақ ішіп. Так, бәрі дайын. Алсыңдар. Мә, екеуіңе мен зып қалайын деп тұрмын ғой. Сол сен сындырайық деп жүрміз ғой. Динас, короче, бұның бәрін сен үшін дайындап жатыр. Сен маған ұнайсың, бізге ұнайсың. Жоқ, маған қыттырақ ұнайсың, өтінішпен қысым боласың ба? Сендер қуасыңдар ма? Мен жігітім бар вообще-то. Әне, байтыр, мен болған жігіт. Қумаңдаршы вообще. Міне жігітім. Жан, мен ғой танымай тұрсың ба не? Мен бұл жігіт. Ой, я, осылай ғой. Жан, отыр. Кстати, дастарханның ақшасын айлықтарын алып қалып түсіндір ма? Брат, мына гүлді бере салшы маған. Бұл сазға ғой, не еді? Рахмет. Төребек Әділбекович, бүгінгі жұмыс кеше күнге қарағанда қарқынды жүрді. Атап айтатын болсақ, алдыңғы күнге қарағанда 12% артты. Кімсің ба? Өтініш, миын да ашпашы. Заводта жұмыс істеп жатқан жоқсың ғой сен. Бозеге айтпақшы, бағана сізге біреу келіп кетті. Кім? Біреу.
келсе тағы айтарсыңдар. Так, жігіттер, қыздар, ертеңгі мынандай жоспар. Егер де әрқайсыларының кассаларында 35 мың дегенде болса, айлықтарына премия қосып беремін. Қалай бәсеке мен 35 мыңға жете алмаймын? Базар жоқ, 35 адам кіргізіп берейін ішке. Я, Арал қаласы. Мұнда қызық көп, аспанның түсі көк дейсің ғой. Бұл ұжым көрікті екен, барлығы білікті екен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көрікті екен, барлығы білікті екен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көрікті екен, барлығы білікті екен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен. Жаңа жоба болса екен. О, привет, Олег. Бана бәсеке сізге айтпақшы. Қайтар. Соңғысын айтшы. Келген адам әрқайсысы 1000 теңгеден алшы, 35 мың болмай ма? Күйеуі шыққан алды, отырдық қой. Иә, расында сен басында айтарсың ғой, бірақ сен жассың ғой, әлі қайда өмірің алда қандасымыздың басы босап қалған сияқты болып жүр. аяқ бәрі жақсы болып кетеді. Просто басында айтуым керек еді, бірден қосып кете салатын. Иә, расында айтуым керек қой. Бірақ Бір, екі, үш. О, привет, Алихан. О, привет, Алихан. Қалайсың? Алихан жұмысын істейді. А что сен осы жақта охранник болып жұмыс істейсің ба не? Мен негізі охранник болып істеймін. Просто саған айтып ойлап. Не істей аласың? Нормально ғой, бірақ мынау жүрмей шарик хороший жүрмей. Уже босап қалған сияқты. Жан, бұл прап қой. Алихан, ой. Кеңес сұрайыншы деп едім. Мен де сұрайын дегенмін, сол как раз. Екеуің де сөзіңдерші. Мен бірінші бастайын да, жасым үлкен істей аламын ғой. Денесіне ол маған бір сынап жүреді. Қалай сындырып алуға болады сол қызды. Менікі де сондай тура сондай текст ғой. Екеуің де бір қызға ашысыңдар ғой. Иә. Көп ойлап кеткен ғой. Тұрбек Әділбекович, бүгінгі жұмыс кеше күнге қарағанда қарқынды жүрді. Атап айтатын болсақ, алдыңғы күнге қарағанда 12% артты. Кім сынбады? Миымда өтініш. Айтпайшы. Егер күлсін